Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Бүгін математика пәнінен 116 сабақ есептер шығару тақырыбын өтеміз. Білім алушылар, бірінші тапсырмаға қарайық. Балалар 10 адамға дастархан жайды. Қанша ас үй құралы жетпей тұр. Алдымен суреттегі дастарханға қарайық. Сапты аяқ нешеу? 10 дұрыс айтасыңдар. Келесі тәрелке нешеу? 8 дұрыс айтасыңдар. Келесі қасық нешеу? Дұрыс айтасыңдар. Қасықтан 7 тұр. Жақсы. Олай болса, осы суреттегі ас үй құралдарын пайдаланып есептер құрастырамыз. Есебіміздің қысқаша жазылу нұсқасына қарай отырып құрастырамыз. Алдымен тәрелке нешеу? 8. Сапты аяқ нешеу? Белгісіз, бірақ тәрелкеден екеуі артық. Шешуін анықтаймыз. Сапты аяқ нешеу екен анықтаймыз. 8-дің 2 қосындысы 10-ға тең. Жауабы 10 сапты аяқ бар. Келесі сапты аяқ 10, қасық белгісіз, үшеуі кем. Шешуі 10-нан 3-ті азайтамыз. Мәні 7-ге тең. Жауабы 7 қасық бар. Келесі тәрелке 8, сапты аяқ 10. Барлығы нешеу? Шешу анықтаймыз, яғни тәрелкенің саны мен сапты аяқтың санын қосамыз. 10-ның 8-ге қосындысының мәні 18, яғни жауабы барлығы 18 ыдыс. Келесі екінші тапсырма қарайық. Екінші тапсырма: азық-түліктердің бағасын ең қымбатынан бастап ең арзанына қарай жаз, және ірімшік нанға қарағанда қаншаға қымбат екенін анықтауға арналған есептер құрастыр. Ал енді суреттерге қарайық. Суретте нені көріп тұрмыз? Бірінші май бағасы 90 теңге, келесі қант 50 теңге. Жақсы, келесі печенье 30 теңге, ірімшік 70 теңге, нан 100 теңге. Соңында ең қымбаты неше теңге? 100 теңге нан екен, балар. Одан кейін 90, 70, 50, 30, 10 теңге. Жақсы, жарайсыңдар. Енді осы заттарды пайдалана отырып есептер құрастырамыз. Келесі есеп: ірімшік 70 теңге, батоннан 100 теңге. Батоннан ірімшікке қарағанда неше теңгеге қымбат екен анықтайық. Шешуі: 100-ден 70-тің айырмасын анықтаймыз. Сонда мәні 30-ға тең. Жауабы: ірімшікке қарағанда батоннан 30 теңгеге қымбат тұрады. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі есепке қарайық. Есепте досыңды тексер. 10-ның 5-ке қосындысының мәні нешеге тең? 15-ке тең. 18-дің 8-ге айырмасының мәні нешеге тең? 10-ға тең. 19-дің 9-ға айырмасының мәні 10-ға тең. 20-ның 2-ге айырмасының мәні 18-ге тең. 15-дің 5-ке қосындысының мәні 20-ға тең. 20-ның 8-ге айырмасының мәні 12-ге тең. 14-дің 2-ке қосындысы 16-ға тең. 18-ден 6-ның айырмасы 12-ге тең. 19-дің 3-ке айырмасының мәні 16-ға тең. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі үшінші тапсырмаға қарайық. Үшінші тапсырма: теңдеуді шеш. Бірінші теңдеу: 18 азайтылған x тең 8. Белгісіз сан, яғни x. x тең 18-ден 8-ді айырмасын анықтаймыз. x бізде 10-ға тең. Тексереміз. 18-ден 10-ды азайтсақ, мәні 8-ге тең. 8 тең 8. Келесі 60 қосылған x тең 100. x тең 100-ден 60-ды азайтамыз. x бізде 40-қа тең. Тексереміз. 60-ның 40-қа қосындысының мәні 100-ге тең. 100 тең 100. Келесі теңдеуге қараймыз. x азайтылған 20 тең 40.
X-тен 40-ты қосамыз 20-ға. X-тің мәні бізде 60-қа тең. 60-тан 20-ны азайтсақ 40-қа тең. 40 тең 40. Жақсы. Олай болса, келесі есепке қараймыз. 5-ші тапсырма. Шырындар мен нан өнімдерін таңдаудың қанша нұсқасы бар? Сатып алынған тауардың құны қанша? Суретке қарайық. Шырын неше теңге? 20 теңге және 10 теңге екен. Ал нан өнімдері печенье, булочка және нан. Печенье 20 теңге, булочка 30 теңге. Ал нан 50 теңгені құрайды. Енді шырын мен нан өнімдерінің біреуін таңдаймыз және қанша нұсқасы бар екенін анықтаймыз. Апельсиннен жасалған шырын 20 теңге, печенье 20 теңге. Оны алу үшін біздің әмиянымызда 40 теңге болып керек. 20-ның 20-ға қосындысы 40 теңге. Келесі 20-ның 30-ға қосындысы неше теңге? 50 теңге. Келесі 20-ның 50-ге қосындысы 70 теңге. Жақсы. Келесі құлпынайдан жасалған шырын 10 теңге. Ал енді печенье бізде 20 теңге. Печенье мен құлпынайдан жасалған шырынды алу үшін әмияында бізде 30 теңге болу керек. Келесі булочка 30 теңге. Құлпынайдан жасалған шырын 10 теңге. Оны алу үшін әмиянымызда бізде 40 теңге болу керек. Келесі нан 50 теңге. Құлпынайдан жасалған шырын 10 теңге. Бұл заттарды алу үшін әмиянда бізде 60 теңге болу керек. Сонымен шырындар мен нан өнімдерін таңдаудың қанша нұсқасы бар екен? Дұрыс айтасыңдар, 6 нұсқасы бар екен. Білім алушылар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.